Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен мен тағы да бір таңғы ас рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін біздер блинин жасап алатын боламыз. Бұл жерде блини жасау үшін бізге жұмыртқа, тұз, сұйық ұн, кішкене шым тұз және су керек болады. Сондықтан алдын ала бірінші чайникке су қойып, ыстық су дайындап қойғанымыз дұрыс болады. Себебі біз болған ыстық қайнап тұрған су құямыз соңынан. Бірінші 4 жұмыртқамызды кішкене шым тұз салып, өстіп араластырып, қаттырақ ұрып аламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтімізбен екеуін араластырып алып, сұйық майымызды құямыз. Бізде сұйық май 5 ас қасықпен 5 қасық сұйық май құятын боламыз. Қыздар дәл осындай болып, маған көп қыздар жазады, негізі блиннің шықпай жатыр, сенде қалай шығады деп та. Соларға айтатыным, дәл осы менің рецептіммен жасасаңыз, күшті болып, бір жасағаннан шығатын болады блиниларыңыз. Екінші мәселе, блини пісіретін табаларыңыз өте жақсы таба болуы керек. Себебі менің айтатын өзімнің мақалым бар, сөзім. Табасы жақсының тамағы жақсы деген. Табаңыз дұрыс болса, тамағыңыз да дұрыс болып шығады. Сондықтан да дұрыс таба таңдауды ұмытпаңыздар. Блинидің табасы өте дұрыс болу керек. Өзіне арналған. Менде Биколинаның табасы. Сондықтан мен оны 7000 теңгеге алдым. Сондықтан сондай бір жақсы таба алғаныңыз дұрыс. Жақсылап араластырып аламыз рецепт бойынша. Сөйтіп арасында ұнның нелері қалмағанына көзіміз жеткен кезде ыстық суымызды құя отырып, тез араластырып ұрып аламыз тағы да. Бенчикпен араластырып, қаттырақ тез араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтық пайда болады. Жақсы. Бұл жерде мен енді таңғы ас жасайтын болғаннан кейін кішкене секер салмаймын. Ал арасына начинка салатын болғаннан кейін секер салмадым да. Ал егер де былай блинидің өзін жейтін болсаңыздар, кәдімгі, онда кішкене бір ас қасық қант салып жіберсеңіздер болады. Негізі балаларға блини пісірген кезде мен көбіне бір ас қасық осыған қант саламын. Қазір ортасына начинка салатын болғаннан кейін мен қант салмадым. Некей менің блиниларым осылай піседі. Біз арасына начинкасын дайындайтын боламын қазір. Негізі таңғы аста блинидан өте көп түрі бар. Жасалу жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Тағы да осылай блини жасап алып, оны панировочный нанның ұнтағына аунатып отыра қуыруға да болатын түрлері бар. Бәрін де сіздерге көрсететін боламын алдағы видеоларда. Бізге енді салмасына керек болады майонез. 2 ас қасық майонез салдым. Оған 3 жұмыртқамызды турап қойған 3 жұмыртқамызды салып араластырдым. Барлық нәрсе піскен болу керек. Чеснок кішкене 2 бас чеснок еді менде, бірақ мен балалар жейтін болғаннан кейін көп аз салдым. Өте чесноктың 1 бас жеткілікті. Бұл жерде аскөгімізді және көк пиязды турап алып қосуға болады, қоспасаңыз да болады. Жалпысы қосқаныңыз жақсырақ.
тауық етін қостым кішкене. Сөйтіп начинкасын жасап алдым. Қазір блинімізға салат жапырағын қойып, және начинкамызды, азғана начинкамызды салу арқылы әдемі таңқасымызды жасайтын боламыз. Блинді осылай алып, ортасына салат жапырағын салып, салат жапырағын жақсылап жуып алуды ұмытпаңыздар. Себебі ол қанша деймін личинкалар көрінбей тұрады деген сияқты. Мен қалай тазалаймын салат жапырағын? Қазір айта өтейін. Негізі салат жапырағын, укропты үйге алып келгеннен кейін сіздерге бір тағы да лайфхак айтатын. Тұзды суға немесе ас содасы бар суға салып қойғандарыңыз дұрыс. 20 минуттай суға тұз саласыздар, немесе ас содасын саласыздар. Сөйтіп салат жапырағын, жаңағы укроп, петрушка деген сияқты магазиннен алып келген заттарыңыз болса, өз огородыңызда өскен болса, әрине ол енді не дегенмен де мұның бәрінде солай мен тазалап алатын болам. Құр сумен шайып жуып қоя салмаймын. 20 минуттай тұзды суға немесе ас содасы бар суға салып, 20 минуттай судың ішінде тазалаймын, және қайтадан оны таза суға салып, тағы да тазалап жуып алам. Сөйтіп бізге салат жапырақтарын жей беруге болады таза күйде. Осылай орап алдым. Барлық блиныларды орап дайындап алдым да, және аралар дастарханға қоятын кезде 2 бөлікке бөліп осылай қойдым. Өте дәмді. Балаларыма да, өзіме де, жолдасыма да өте қатты ұнайды. Жасап көріңіздер, қыздар. Ас болсын сіздерге де. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар.